Сұлтан Сүлеймен ханның мешіті менен ол кісінің жатқан орны, зияратын және Херем сұлтанның жатқан жерлерін түсірдім. Оны көрмеген болсаңыз көріп, қолдау білдіріп, лайк басып, біздің арнаға тіркеліп кетіңіз. Біздің арна сіздер үшін арнайы рухани пайдалы контент жасауға барынша тырысады. Мына бір зияратта Сұлтан Сүлейманның кезіндегі пашалар мен, яғни уәзірлер осы жерде жерленген екен. Сол кісілерге қызмет еткен паша уәзірлер. Мына қабірстанның алдындағы мына бір ойықтарды көрген болсаңыздар, бұл ойықтар жайдан жай тұрған жоқ. Бұл ойықтарға жаңа хайуанаттар, яғни жануарлар келіп су ішу үшін арнайы жасалған. Яғни сол жануарлар су ішкен кезде сауабы бұл кісілерге тиісін деген ниетпен. Мына көріп тұрған жерде Қазақстан, Өзбекстан және де Дағыстаннан келген ұстазлар, сопылар, әулиелер жерленген дейді.
нақты қандай әулиелер және ұстаздар болғанын айта алмай тұр. Кейінірек бұл жерді бір анықтап зерттеп жатар.